Осы кезде әлгі шабандоз да жанымызға келіп, амансыздар ма, қош келіпсіздер дегенде әкем екеуміздің таңданысымызда шек болмады. Жаңағы асаудың үстіндегі қыз бала екен. Сабырхан әкей, Гүміш келе ғой, мына кісі өздеріне айтып жүрген Алматыдағы досы Молдабек әкей. Жанындағы ұлы Тәңірберген мені іздеп келіпті. Ал мына шабандоз бәйбішемнен туған жалғызым қызым Гүлім деп таныстырғанда әлгі қыздың ат құлағында ойнайтын өнеріне тәнті болдық. Әкем, бақытты бол айналайын, ат үстінде керемет отырады екенсің деп таңданысын жасыра алмады. Гүлім, таныстығыма қуаныштымын. Әкем сізді аузынан тастамайтын. Келгеніңіз қандай жақсы болған. Деді де, әке мен жуынып киімді ауыстырып келейін деп орнынан тұрып кетті. Бет жүзін анық көре алмасам да, сұлбасынан бойшаң, ет жеңді екенін байқап қалдым. Осы кезде бұл қыз бәйбішенің жалғыз қызы болса, Сәбира ше? Деген ой басыма сап ете қалды. Бұл сұрақтың күрмеуіне оранып ойланып кетіппін. Бір кезде әкейдің бәйбішесі, «Сәке, дастарханға жүріңіздер, ет дайын болды» деген соң беті қолымызды шайып үйге кірдік. Төр жаққа жайғасқан соң әкейдің отбасы мүшелері толық жиналды. Бір қауым ел болды. Үлкені бар, кішісі бар, арасында ару қыз да, кішкентай балалар да бар. Құдай-ау, бұл үйде қанша адам тұрады өзі деп іштей таңданып отырғанымда Сабырхан әкей отбасымен таныстыра бастады. Әкейдің 4 әйелі бар екен. Біз отырған үй бәйбішенікі екен. Ал ауладағы 3 үй кейінгі әйелдерінікі екен. Қазақта алдымен бәйбіше, екіншісі тоқал, үшіншісі сайқал, төртіншісі аққолтық деп атайды ғой. Ал осындағы балашаға осы кейінгі 3 әйелінен екен. Бәйбішесі үйленгеннен кейін біраз уақыт сәби сүйе алмай жүріп, жаңағы Гүлімді жасы өте босанып, онан кейін құрсақ көтере алмапты. Сөйтіп Сабырхан әке соғысқа кетіп, ауыр жарақат алып, соғыс аяқталмай жатып, елге оралғанда сұм соғыс жалғыз інісін жалмап, бәйбіше келінін 2 баласымен қолына кіргізіп алыпты. Онан кейін аш-жалаңаш жүрген бір жесірді де бір қызымен қолына кіргізіп алыпты. Сөйтіп, және ешкімі жоқ, күйеуі соғыста қаза тапқан, басқа жақтан ауып келген аққолтықты да аяп, бір баласымен қолына алып, 4 әйел әкей соғыстан оралғанша бір-біріне сүйеу болып, балаларына бір қазаннан тамақ беріп, азын-аулақ малды бағып, егістіктен масақ теріп, күндерін көріп отырған екен. Әкей оралған соң бәйбіше інісінің әйелін әмеңгерлікпен аласын, ал ана екеуін 3-ші, 4-ші әйел етіп, жесір мен жетімдерге пана болып, қаңғыртпай өз қанатының астына ал. Мен басқа құрсақ көтере алмадым, осылармен ұрпағың көбейеді деп көндірген екен. Содан бір ауладан үй соғып, жесір мен жетімдерді қанаттың астына алып, 4 әйелден ұрпақ өрбітіп, бір аулада тату-тәтті тұрып жатқан жайы бар екен. Кейінгі әйелдерінің балалары бәйбішені Дәу апа деп атайды екен. Бәйбіше өте ақылды, сабырлы, мейірімді жан екені көрініп тұреді. Осы әулетті басқарып, күйеуінің балаларын бөліп жармай, барлығына мейірімін төгіп, бір аулада ұстап отыру деген оңай шаруа емес қой. Мұны естігенде әкем екеуміз аң-таң болдық. Жаңағы ару қыз 3-ші әйелімен еріп келген қыз болып шықты. Осы кезде бәйбішенің қызы Гүлім кіріп келді. Ол да аққұба келген, өте реңдеді. Ұзын бойлы, ет жеңді, шымыр қыз екен. Қолаң шашы беліне түседі. Жаңағы шабандоз қыз бен мына ұзын көйлектегі қыз екеуі екі басқа екен. Әкесі осы қызын ерекше жақсы көретіні байқалып тұр еді. Гүлімді төрге шығарып менің жаныма отырғызды. Бой жетіп отырған қыздары Сәбира мен осы Гүлім екен. Гүлім жаныма жайғасқанда төмен жақта отырған Сәбираш отты жанарымен маған бір қарады да орнынан тұрып кетіп қалды.
Оның мұнысын мен түсіне алмадым. Маған ренжулі ме екен деп ойлап қойдым. Ет жеп сорпа ішіп болған соң әкейдің кейінгі әйелдері мен балалары өз үйлеріне тарқасты. Біз үлкен үйде қонақ бөлмеге жайғастық. Әкем досымен біраз уақытқа дейін әңгімелесіп отырды. Мен әлгі Сәбирашты ойлап, әкем осы қызды алып берсе болар, үйленемін деп қиялдап жатқан болатынмын. Әлден соң әкем жаныма келіп, «Тәкіш, ұйықтап қалмадың ба?» деп сұрады. Мен, «Жоқ, жаңа күндіз ұйықтап алдым ғой» деп едім. Әкем, «Тәкіш, мен сені осында өзіне қалыңдық көрейік деп еріп келдім. Өзің көріп отырғандай Сабырхан әкенің әулеті өте керемет. 4 әйелді ептеп бала шағасымен тәту-тәтті тұрып жатқан жайы бар. Балалары да өте тәрбиелі. Досым мен құда боламын. Осы үйдің қызын саған жар етіп алып қайтамыз. Сабырханмен бұл жайлы ақылдасып, сөйлесіп, келісіп те қойдық. Дегенінде таң қалмадым. «Әке, дегеніңіз болсын, маған Сәбира ұнады, мен қарсы емеспін» дей бергенімде әкем, «Сәбирасы әлгі 3-ші әйеліме еріп келген қыз ба? Ол Сабырханның тұқымы емес қой. Тек сізді қайтесің. Өй, сен де осынша жасқа келіп адам тани білмейді екенсің. Бәйбішенің қызы саған жақсы қатын болады. Шешесіне қарап қызын ал деген Гүлімге үйленесің» деп шорт кесті. Сөйтті де, «Ал жатып ұйықта, ертең сөйлесеміз» деп теріс қарап жатып алды. Қиялым сағым болып көзден ғайып болды. Әкемнің қыңыр мінезін білем ғой, айтқанынан қайтпайды. Оның шешімінен кейін біртүрлі жүрегім қысылып, жаным құлазып сала берді. Сәбираштың отты жанарының мәнісін енді ұққандай едім. Ертесіне таңғы ас үстінде Сабырхан әке бір отбасы мүшелерін жинап, Гүлімді маған жар етіп беретін жайлы айтты. Бәйбіше көзіне жас алып, бізге бақ тілеп, маңдайымыздан сүйіп қалған отбасы мүшелері де жаңа туыстығымызға құтты болсын айтып құттықтап жатты. Әкем де мәз болып арқамнан қағып, «Тәкіш, көрерсің, осы қызбен бақытты боласың» деп бақ тілеп, Гүлімнің маңдайынан сүйіп, Сабырхан дос екеуі төс қағыстырып, құда болып, үй іші абыр-сабыр болып кетті. Тек менің көңіл қошым болмады. Бірақ ішкі күйзелісімді ешкімге білдірмедім. Сәбираға қарап едім, екеуміз жанарымыз түйісіп қалды. Оның да жанарынан бір мұңды байқағандай болдым. Бір кезде жанарынан жас ыршып кетті де, жүзін төмен салып, жүгіре басып, қонақ бөлмеден шығып кетті. Терезеге қарап едім, бақша жаққа қарай жүгіре басып кетіп барады екен. Артынан барғым келіп қозғала бергенім сол еді, әкем жеңімнен тартып қалды. Сөйтсем, көзі қырағы әкем мұның барлығын байқап тұр екен. Қош, сонымен Гүліммен атастырылып, әкем болашақ келініне арнап әкелген сыйын бәйбішеге ұсынып жатты. Әкем болашақта алыстан көздейтін адам ғой. Осында мені үйлендіріп алып кетемін деген нық шешіммен, дайындықпен келген екен. Демек, мұнан әжем мен анамның да хабары бар. Сый кәделерін қалың малына дейін даярлап әкеме беріп жіберген. Әкем алғашқы жөн жоралғысын барлығын жасады. Сөйтіп ертесінде Гүлімнің өлтірісін беретін болып, отбасы ақылдасып, барлығын жоспарлай бастады. Қыздарын осы үйінен ұзатып, бізбенен бірге қосып жіберетін болды. Ал әкем Алматыға оралған соң көп кешікпей құдалық той жасайтын болып, осындағыларды сонда күтуге алдын ала шақырып та қойды. Сонымен әп-сәтте тағдырымыз шешіліп, осы үйдің күйеу баласы бола шыға келдім. Ал Сәбирашты, ғашығымды, қиялымдағы ару қызды сол таңғы астан кейін мүлде көрмедім. Шешесінің үйінен шықпай қойды. Тек ертесінде ғана Гүлімнің өлтірісін таратып жатқанда бірақ келді. Баяғы сыңғырлаған күлкісі жоқ. Апалары, Сәбиш әпкесін қимай көңіл қошы жоқ болып жүр, деп қояды. Шынымен солай ма? Ол жағын біле алмадым.
Менің де жүрегім ауырып, ару қызды қимай оған ұрланып қарай беремін. Бір кем дүние-ай. Осынша жыл қиялдаған аруымды кезіктірдім ба дегенімде тағдырдың жазғанын-ай. Амал қанша? Әкеме қарсы келуге, тағдырға қарсы келуге батылдығым жетпеді. Сөйтіп онда және 2 күндей болып, гүлімді қолынан ұстап жетектеп кете бердім.